Ассалаумағалейкум, құрметті достар. Бүгінгі кезекте біз алған қалауымен әйтеуір секционный воротамызды бітірдік. Енді сіздерге қай жерлерін қалай істеген бір түсіндіріп өтейін. Ал кеттік. Мінекей, бірінші кезекте секционный воротаның өзі 3 секциядан құрылады. 2 секция метрден, үсті 60-тан алдым. Бұлайнан дөңгелек, втулка, вал. Нарадан көрсеймін. Нара бұлайнан регулировочный болт салдық. Керек зазорда регулировка жасап. Валдың өзі де диаметр 16, 24 гайкамен болда кіргізіп шығарып регулировка жасалып тұр. Топса кәдімгідей межкомнатный есіктің топсалары. Соларды салып қойдық. Каркас 20-да 40 профильден жасалды. Рельс, ең главный, рельс 80-де 40. Профиль толщина 2 мм. Соны 5 сантиметр, мұнардан 2 сантиметр қалдырдық та, почти запад лицом бірдей қылып тілдік. Полный ұзыннан тілдік. Мұна углды тіліп отырып осылайнан қайырып келдік та, 110 градуста келтіріп, ұзындығы 2,60, бұлайда 2,60, биіктігімен де 2,60 қылып, общий 5-20 қылып профильді жібердік. Мұнарада тормозной путь дейді, ворота ашылып келатқан кезде противовестің күшін жою үшін мынандай қылып втулкамен алдында регулировочный болт. Втулкамен келетті, двойной пружина салдық. Бұл бір пружинаның өзін салсақ, аздық етіп тұр, двойной пружина салдық. И дальше мұнараға пружинаның ұзындығын келтіріп отыратын тесіктермен регулировка жасап қойдық. Бұл салмағына қарай регулировка жасалдына береді әлдеді. Противовеске металдан, құдай оңдап металдан шариктер тауып алдық. Подшипниктің шариктері. Общий салмағы 73 килограмм болды противовестің. Шариктеріміз неге? Мұнандай шариктерден салдық. Тағы не айтуға болады? Роликтер, трос жүретін ролик, міне трос мұнарадан кетеді. Бір трос кетеді тағы. Бәрі общий цельный бір трос қой. Через противовес мұнаяғымен келіп, міне тағы роликпен екіншіне қойдық. Яғни общий бір несі противовеспен екі жақты салмақты тепе-тең ұстайды. Общий бір салмақ салынады екі жаққа тепе-тең. Көбісі екі жаққа противовес салынады, ол бір жағы тартса, бір жағы кейін тартуы мүмкін. Осы кезде воротаны ашып жаптық. Ондай салмағы ондай ауыр емес. Бір 10 килограммды көтеріп түсіргенмен тең болады. Дальнейшем видеомнан кейін, дальнейшем қалай жұмыс істелінген жайында кішігірім суреттерім бар. Соларды салып қоям. Менімен осындай уақытты бөлісіп тыңдағандарыңызға көп рахмет. Енді келесі кезекте пеноплекспен утеплять етемізді. Сыртын тағы или фанер, или жұқа оцинкованный листпен қаптаймын. Қазір қараңғы, сыртынан көрінбейді. Мұнау дегеніміз бізде сайдинг панель, металлосайдинг. Сонымен қапталды. Сыртынан көрінісі өте керемет. Тағы да достар, айта кетерліктей жағдай. Мына противовестің астына осылайна мебельдің дөңгелектер жүргізіп қойдық. Еш жерге сырылмайды, дымдалмайды, ешқандай дауыссыз противовестің түсіп көтерілуіне дым кедергісіз. Сосын нарада менде фундаменттің 10 сантиметрде шығып тұрған выступы бар. Соны утопить ету үшін осындай листті қатырып қойдым. Напака келетті, противовес келетті.
осы арамен зырғанап түсіп, қайттан зырғанап көтеріліп кетеді. Ол воротаның асылып жабылуына еш кедергісіз көтеріледі. Және де достар, видеоның соңында қазір жақсы бір әуенді қосам да, жұмыс қалай жасалған кішігірім суреттерім бар. Соны көрсетемін. Тыңдағандарыңызға көп-көп рахмет.